кредит алып батқан адамдар да. Саятты ана бір сектаға кіргізегесін деп, жоқ бармайсың, дұрыс емес анау мынау деп маған айтады. Группаластарым, класстастарым бәрі туфтан не істеп жатсың дейді маған қарай. Міне арманыма жеттім да, қуанам. Қалайсыздар, жағдайыңыз қалай, жақсы ма? Мен Шымкенттен келдім. Басында ең бірінші бизнес бастаудың күн YouTube'дан көрген едім. YouTube'дан көріп жүріп, сол соғыс жариялаймыз дегенде WhatsApp'тан көрдім, сосын оған дейін көріп жүріппін, бірақ танымаппын да тікелей. Сөйтіп ішіне кіріп ақтардым, енді мойындаймын. Бір ай түнімен көрген шығармын. Бүкіл отзыв, бүкіл кейстерін көріп шықтым, Instagramға кірдім. Іздендім енді, бір видео шықты сол кезде. Ағайға айтып атқан еді, бір кісі, мен сіздің тегін видеоларыңыз көріп жүріп 500 мың теңге жасадым деп. Сөйтіп мен де алдыма мақсат қойдым. Мен де 29-ға қатысам дедім да, қатысамай қалдым, үлгере алмай қалдым да. Сосын алдыма мақсат қойдым, 30 ағымға қатысам, және де 500 мың теңге тегін видеоны көріп жүріп табам дедім. Сөйтіп оны сол табам деген едім, сосын санаға сенім сөздерін тыңдап аттым. Толбай аға жіберген еді санаға сенім сөздерін. Сосын атанам қарызға бешесін енді кредит алып батқан адамдар да. Сосын енді атанам депрессияға сондайға түседі. Сөйтіп санаға сенім сөздерін тыңдатам атанамма. Сөйтіп әйтеуір бизнес бастауға келем дегенше атанамды көндірем ғой, қалай болсын. 29-ға айтам, барайыншы десем, жоқ бармайсың, дұрыс емес анау мынау деп маған айтады. Атананың айтқан тыңдайсың, қазақ болғансың. Сөйтіп атанамның айтқан тыңдап қалған едім, атанам айттым, ана әке, егер мен ақша тапсам, мен жібересіздер ма дегенім, пожалуйста тауып көр деді. Сөйтіп мен бардым да сана сенім сөздерін қойдым да, өзім кішкентай кезімнен атанам кілеммен айналысқандықтан, сол кілем зауытына тікелей барғам ғой мен. Звондағам кілем зауытына. Балтик стилге звондағамда сөйтіп складымен промой барып, договорға тұрып барғам ғой. Сосын сол керек, анау адамдармен сөйлесем, сонда туысқандарымның Атырауда тұрған бір туысқанымыз бар еді. Соның бір досы бизнес бастамақшы болған екен кілеммен. Сөйтіп договорға тұрғанда, егер менің бағамды сатсаң 5% берем деген ғой. Сөйтіп соған айтып көрсем, мен бір түрік компаниясын алып қойдым деді. Мейлі бопты дедім да. Сосын бір кезде осы Телеграмнан Шопикон деген группа. Соның ішіне бір кісі айтыпты, осындай зат бар ма, кім тауып бере алады деп. Сөйтіп қарасам, Шымкенттен іздестірсем, ол шығады екен. Сөйтсем, өзім 1000 теңге қойып көргем, 1000 теңгенің өзіне 500 теңге пайда екен. Сөйтіп мақсат қоям ғой, енді таба алам болды деймін да. Сөйтіп алдыма мақсат қойып істеймін. Істеген ең соңында бәңгілдегі алам деген адам алмай қалады ғой. Бірақ мына компаниямен договорға тұрып қойған өзі. Осындай болады, сізге аударады, бірақ маған 500 мың теңге бересіз. Бопты деген. Сөйтіп анау кісі алмайым деп қалады. Қой өзім затымды өзім сатып табайын дедім да. Сөйтіп сол Шопикон дегенді ғана білем, Шымкентте сол ғана екен. Сөйтіп барып сол жақтан ғана алдым табар. Басында қарасам, Bluetooth шапка деген Шымкентте жоқ еді. Соны қарасам 2,5 теңгеден екен. Сөйтіп алдында мен группаластарым айтсам, уже сұраныс бар екенін зерттедім да. Сөйтіп бар екен 3,5 теңгеден сатып атсам, сөйтіп OLX-тан іздесем, уже Атырау жақтан 1700 теңгеден тұр екен. Соны 15-ін алдымда, 10-ын сат жерімді, сөйтіп 20 мың теңге таптым, декларация қабылдадым. Ағай айтатын, декларация қабылдаңды деп. Видеоға түсірем, декларация қабылдаймын деймін, группаластарым, класстастарым бәрі туфтан не істеп жатсың дейді маған қарай. Жоқ, мен істеп жатырмын, көресіңдер ғой дедім да. Бір апта 20 мың теңге таптым, екінші апта 50 мың теңге таптым. Общий 70 мың теңгедей таптым да. Сөйтіп қуанып кеттім. Сөйтіп істей алады екем дедім. Ең соңында келетін кезде ата-анам сендіріп кеткем. Сөйтіп алдыңғы күні ғана бір хабар естідім. Папамның әпшесі жауап келген ғой енді үйге. Сендердің қарыздарың бар, Саятты ана бір сектаға кіргізегесін де кет қапты, шақырып алыңдар деп жылаған ғой. Сөйтіп ал мамамның әпкесі болатын болса бизнес бастауды көрсетіп жүрмін ол әпкеге де. Сөйтіп ол әпке мен жақтаған, сөйтіп ата-анам екі жақта тұрып қалған. Сөйтіп звондап айттым, ата-ана осындай елді қорғайтын, мен өзім армандайтын едім кішкентай кезімнен. Осындай бизнес бастасам екен деп. Кішкентай кезінде апайға сұрайтын еді, кім боласың десе, бизнесмен боламын деймін ғой. Айына қанша табасың десе, 1 миллион табамын деймін.
сөйтіп сол арманыма жеттім. Осы мысалы осы күннің өзінде видеоны көріп жатқан кезде оңбасау жиналысы дейді. Сөйтіп Опан әпкенің де ағасы ма сол жақта сөйледі. Иә. Сөйтіп мен айттым сол кезде, өз-өзіме уәде бердім, Аллаға қаласа мен осылардың қатарында отырам, осындай Ахметбек ағамен бір дастархан басында отырам дедім. Міне арманыма жеттім да, қуаным. Мен өзі осы саяхаттың бірінші күннен бастап Алматыға жолға шықтым ғой, содан бастап постын оқып бастадым да бұны. Қазір неме ашасың? Табыс тауып жатсың ба? Мен қазір интернет маркетологпын да. Осы бір ай уақытта интернет маркетолог болып 70 мың теңгеде табыс таптым. Бірақ замандастар клубына өйткені кішкентай кезімнен ата-ана апаны көрсем барып көмектесіп батасын алатынмын. Бағана айтып жатқан сен ғой да, тамаша. Батасын алатынмын, сосын сол апалар маған бата беретін да, сөйтіп кейіннен барып сіз айтқан едіңіз сауатыңды, соны таңдайын дегенім бірақ қинау дедім да. Сөйтіп бір әділет, хостелде әділет деген аға бар. Сол ағаға айтқан едім, Саят деді, бір нәрсені бастамай тұрып, любой нәрсе қиын болады. Мысалы Ахметбек аға айтады, 1 миллион табу қиын, 2 миллион табу оңай дейді. Сол сияқты соны бастайым деп шештім да, уже алдыңғыны даланы 4-5 сағатта аралап жүріп, бір жеттен кафемен келісіп қойсам 100 мың теңге дейді айына. Сөйтіп түсінікті дедім. Сөйтіп бір ағалардан сұрастырсам, уже маған айтады, сетчеттегі адамда келе алмайды, соған өзің такси андай қылсаң, сол жақсы болады деді. Сонымен де сөйлестім. Сөйтіп одан 3 адамда 3 таксиге шықты да, сосын 17-сіне бастайым дедім, бірақ 17-сіне таяу уже бастай алмай қалады екенмін, 20-сына бастайым деп серт бердім, уже 20-сына бастайым, Алла қаласа. Шақырамын сізді. Осы несін айтып, бізде Шымкентте сондай не бар? Бар ма? Бар. Ол жерде әйелдердікі емес, жаңа пенсияға шыққан еркектердікі. Олар жаңа шахмат, шашки, сондай нарды, сол жерде жаңа парктың ішінде бір кафе бар, сол жерде олар ойнайды жаңа. Полный сағат 3-тен кейін жаңа уақытта паркта центральныйда жиналады, сосын кешке дейін. Олар барлық жағдай жаман емес, джипный нелерде келеді. Еркектердікі басқа апаларға қиын. Енді солардікі бар бізде Шымкентте да, негізінде барып соны зерттесең болады. Примерно да, потом соны көшірсең.